Байланыстауын қазақ. Бүгін выпускной класс фильмі жайлы айтатын боламын. Фильм орта жастағы әйелдің инста парақшасына тікелей эфирге шығып отқанынан басталады. Ал сосын біз өткенге Стефанидің 14-ші туған күнін тойлап жатқан боулинг клубына ауысамыз. Және оған Австралиядан Америкаға көшу қиын болған жайлы айтады. Стефани өз достарымен көңіл көтеріп жатқанда танымал жігіт Блейді байқайды. Не керек оған байланып қалады. Бірақ жігіттің тәкаппар Тиффани атты қызы бар екен. Стефани бар батылын жинап жұпқа барып бірге көңіл көтеруге шақырады. Өкінішке орай Тиффани олардың үстінен күліп, Блейді алып кетіп қалады. Өмірден түгілген Стефани өзіне қайтсем де танымал болам деген мақсат қояды. Жылдар бойы ол талмай жұмыс жасап қолдау тобының басшысы болады. Енді оның достары көп, тіпті ол өзінің армандағы жігітке қол жеткізеді. Ендігі кадрда 17 жасар Стефани мектепке шыққалы жатты, және оның досы Сет болса оны төменде күтіп отырды. Сөйтсе ол Стефаниға ғашық екен, бірақ сезімін білдіруге қорқады. Мектепте шықпас алдын әкесі Стефаниға анасы қайтыс болмай тұрып қалдырып кеткен көйлегін көрсетеді. Стефани қуанып көйлекті бірнеше күннен кейін болатын бітіру кешіне кимек болады. Жолда Стефанинің өзінің көмерінің үйіне көз түсіп кетеді, Дайн Роусо, және тоқтайды. Дайн 95-ші жылы балдың ханшайымы атанған болатын және керемет өмір сүретін. Үлкен үй 90-60-90 фигура, керемет күйеуі болатын. Стеф қызға қарайтын. Бірақ Блейн екеуі осыны қайталайтынына үміттенетін. Содан соң ол Сетпен келе жатқан балды талқылайды және Тиффаниге қалай жоғарыдан қарайтынын айтады. Стефани бал ханшайымы болатынына нық сенімдеді. Ол тіпті балдан соң құрбысының үйінде сауық кеш ұйымдастырып қойды. Сыныпта Стефани балдан соң Тиффаниде кеш ұйымдастырып жатқанын біледі. Ол ашуланып қызғанып кетеді. Олар кездесу қажетханада кездесіп қалып ұрысуды бастайды. Сосын қайырымдылық қорының репетициясы бүкіл мектеп алдына қойылатын болады. Менеджер Марта қалай жетістікке жетудің жолын түсіндіріп жатты, бірақ Тиффани оны тоқтатып үстінен күледі. Бұл Стефаниді өзінен шығарып, ол Тиффаниді бүкіл топ алдында жер етіп тастайды. Барлығы кеткен соң Тиффани екі құрбысымен бір нәрсе ұйымдастырады. Қойылым басталады, топ беріле биді жақсалып шығып жатты. Ұрысқандарына қарамастан екеуі де қолдан келгенше тырысты. Бұл көрермендерге ұнап жатты. Қойылым соңында Стефани өзінің бір түрегін жасайтын болатын. Бірақ өкінішке орай оны ұстап алу керек болған жігітті екі қыз итеріп жібереді. Нәтижесінде ол еденге құлап, экран қараңғы болып қалады. Сосын фильм 20 жыл өткен болашаққа өтеді. Ауруханада жатқан Стеф есін жияды. Кереуетте тұра салып Стеф 17 жасар қызға алып келінген құттықтауларды көреді. Ештеңе түсінбеген Стеф бөлмеден шығып администраторға барады да бөлмелерді шатастырып алғандықтарын айтады. Бірақ айнадан өзін көріп, бәрін таң қалдырып талып қалады. Сосын дәрігер оған қазір 2022 жыл екенін айтып, ол 20 жыл дерлік комада жатқандығын айтады. Кенет кіріп келген Джимми мен Марта 20 жыл көрмеген Стефті көріп қатты қуанады. Джимми өз қызын құшақтағанда дәрігер оған асықпауын өтінеді. Себебі Стефанинің денесі 40 жасар болғанымен санасы әлі де 17 жаста болатын. Ал сосын Джимми мен Марта Стефті үйге алып кетеді. Қайтар жолда смартфонды көрген Стефани оны кішкене телевизорда көріп таң қалады. Марта болса Стефпен оқыған мектебінде қазір директор екенін айтып, сол сәтте Стеф Дайн Роустың үйінде жүрген үлкен Блейді байқайды. Аң-таң болған Стеф әкесіне көлікті тоқтатуды өтінеді. Ол тыңдамаған соң көліктен секіріп кетеді. Қыз үй есігін қағады. Есікті ашқан Тиффаниді көріп аң-таң болады. Ал Тиффани болса құрбысының қайтып оралғанына қуанышты екенін жеткізеді. Және ол Блейге тұрмысқа шыққандығын айтады. Ал оның ата-анасы оларға осы үйді сатып алып беріпті. Барлығына қарамастан ол Блеймен әлі жүргісі келеді. Бірақ Тиффани одан кешірім сұрап, кейін келуін өтінеді. Жындаған Стеф үйіне келеді, бірақ бөлмесіне барып көңіл босап кетеді. Себебі әкесі оның бөлмесін сол қалпында сақтапты. Түнде есікті біреу қағады. Есікті ашқан Стефани ешкімді таппайды. Оның орнына ол жақын досы Сет қалдырған кітапты тауып алады. Стефтің көңілі босап, қызына сенген өзінің бақи болған анасын есіне алады. Ол мотивация алып, өзіне қайта танымал боламын деп ант етеді. Келесі күні Стеф мектепке кеткелі жатқан Мартаға барады. Сосын ол қайта мектепке түсіп оны бітіргісі келетін ниетін айтады. Марта қолдан келгенше ол үшін қыз тым қартайып кеткендігін айтып, райынан қайтармақ болады. Бірақ Стеф нық шешім қабылдағандықтан Мартаға оның айтқанын орындаудан басқа амал қалмайды. Кейінгі кадрда Стеф 20 жылдан кейінгі мектепке қайта оралуына дайындалып жатқанын көреміз. Ол үйден өзіне нық сенімді болып шығып кетеді. Бірақ барған соң ол қоғамның қаншалықты өзгергенін байқайды. Барлығы студенттерге арналған секілді болып қалыпты. Мысалы, бұрын бітіру балына жеңгендер тұратын тақтада қазір бір өнер туындысын іліп қойыпты. Себебі ол дұрыс емес сигнал береді. Осы сәтте Стеф Сетпен соғысып көрісіп қалады. Бірін-бірін көрген ескі достар бір қуанып марқайып қалады. Сөйтсе Сет мектепте кітапханашы болып жұмыс жасайды екен. Біраз әңгіме айтқан соң олар өз жолымен жүріп кетеді. Содан соң Стеф Мартаның бөлмесіне барып қайта қолдау тобына кіруді өтінеді. Ол мұнда қайта танымал болып және бал ханшайымы болу үшін бара жатқандығын айтады. Бірақ Марта енді бал ханшайымы деген дүние жоқ екендігін айтады.
Мұны естіген Стефке бұл жаңалық өте ауыр тиеді. Бірақ ол арманынан жай ғана бас тарта қойған жоқ. Ол асханаға барып бал ханшайымын қайтару мақсатында қол жинамақ болады. Онда ол 3 студентті кезіктіреді: Жанет, Яс және Нила. Оларға Стеф ұнап қалады. Стеф оларға қол қоятын құжатты береді. Олар қуана қол қояды. Бірақ ол үшеуінен басқа ешкім қол қоймайтындығын Стеф түсінеді. Егер мектептегі ең танымал Бри Лавс қол қоймаса, мұның бәрі бекер еді. Сөйтсе, Бридің инста парақшасында 3 миллионнан астам оқырманы бар екен. Оның Лэнс атты танымал жігіті бар. Сосын Бри топқа жақындайды. Оған Стеф қол қоюын өтінгенде ол бас тартады. Кетпей жатып Бри Стефке ол Тиффанидің қызы екендігін айтып, оны таңғалдырады. Ал сосын Стеф ойын алаңына жол тартады. Сонда ол Мартаның қолдау тобының жаттықтырушысы екендігін біледі. Жанет пен Яз да осында екен. Олардың биіне Стеф жарылып қалады. Сөйтсе, мектепте кейбір оқушылардың арқасында сексуалды билерге тыйым салынған екен. Көңілі қалған Стеф кітапхана жаққа беттейді. Сетпен кездеседі. Ол мұнда Инстаграм таңғажайыптар жайлы біледі және қалай оның арқасында танымал болуға болатынын қоса ұғады. Сондықтан үйге келіп әкесіне телефон алып беруін өтінеді. Таңғалатыны, әкесі Стеф үшін телефон алып қойған екен. Бұл іс оны шабыттандырады және ол бүкіл түн бойы тікелей эфирде отырады. Оның ойында тек Инстаграмда көп оқырман жинау болатын. Келесі күні Стеф және басқа да бірнеше студенттер Жанеттің үйінде топтық жұмыстармен айналысады. Бірақ оның ойында тек әлі бал ханшайымын атану болды. Сондықтан ол достарына қалай танымал болу жөнінде лекция оқиды. Тіпті оларды өзінің сүйікті қимылдарымен билеуге көндіреді. Келесі кадрда директор Марта оқушылар мен ата-аналар жиналған жерде жиналыс өткізеді. Сосын Марта сөз кезегін ата-аналар комитетінің басшысы Тиффаниге сөз береді. Тіпті бұл жерде де Тиффани өзінің эгоистік жағын көрсетеді. Бітіру кешіне кіру өте қымбат $93 екендігін айтады. Ал енді Стеф бастаған қолдау тобының қойылымына кезек келеді. Олар шығып жай ғана қызықсыз би билеп жатты. Кенет олардың киімдері ауысып, сексуалды билер билеп бастайды. Бұл залдағы ата-аналарды таңғалдырады, Тиффаниді қоса. Бірақ бұл Блейге ұнаған секілді. Таңертең тұрған Стеф билерінің ғаламторда таралып кеткендігін және енді оның көп оқырманы бар екенін байқайды. Ол мектепке жүзінде күлкімен барады. Енді ол бәріне ұнай бастаған секілді. Бірақ Марта оны өзінің эротикалық билеріңмен жиналыстың шырқын алдың деп айыптайды. Стеф мектепті қызықтырақ ету үшін жасадым деп ақталады. Және Мартаның мектебіне қарағанда комада жатқан қызығырақ екендігін айтады. Келесі кадрда жынанған Тиффаниді көреміз. Ол қызына бал ханшайымын қайтаруға бұйырады. Оған қоса ол Бридің қатысып, Стефпен бірге тәжге таласып, оны жеңгенін қалайды. Бри бұл дүние оған қызық еместігін кесіп айтады. Ал Тиффани жазалайтын айтқан соң Бриге келісуден басқа амал қалмайды. Бұл уақытта Стеф пен Сет кездесуде жүреді. Сонда да Стеф өзінің бал ханшайымы атанғысы келетіндігін айтады. Ол сезгіш болып кетеді және анасының әрдайым оған сенгендігін айтады. Сондықтан бұл мақсатының оның өмірінде орны бөлек еді. Мұны естіген Сет бітіру кешінде оның жолдасы болып қолдау көрсетпекке шешеді. Келесі күні Марта Бридің өтінішімен бал ханшайымы мен ханзадасын қайта болатынын мәлімдейді. Бұл жаңалық Стефтің тобына майдай жаға кетеді. Ал сосын Стеф Бридің онымен бірге тәжге таласатындығын біледі. Сыныпта Стефтен басқа барлығы бітіру кешінен соң Тиффанидің кешіне шақырту хабарлама алады. Салы суға кеткен Стеф бітіру кешінен соң болатын өз кешіне адамдарды шақыра бастайды. Ол үйіне келіп шкафтан бір зат іздей бастайды. Біраз уақыттан соң ол Мартаның үйшігінің кілтін тауып алады. Содан соң Инстаграмға тікелей эфирге шығып, бітіру кешінде ол бал ханшайымы атанған соң болатын тегін кешке шақыра бастайды. Келесі кадрда көптен күткен бітіру кеші болатын күнде келіп жетеді. Сет төменде Стеф жиналып болғанын күтіп отырды. Сет пен Джиммидің арасында біртүрлі әңгімелер болады. Джимми Сетке өзімен күзетші алып алуға кеңес береді. Осы сәтте бақи болған анасының көйлегін киіп Стеф шығады. Сет оның сұлулығына тамсана қарайды. Бітіру кешінде Стеф дауыс беру кабинасында тұрған Тиффаниді байқайды. Барып үстінен күле бастайды. Тіпті Бриге дауыс береді. Өз жеңісіне сенімді екендігін айтады. Сосын ол тікелей эфирге шығу үшін далаға шығады. Да Блейді байқап қалады. Блей оның басын айналдыруды бастап кетеді. Стеф оны итеріп тастап жатқанда, Сет мұны көріп қояды да Стеф оны тоқтатуға тырысса да қарамай кетіп қалады. Сосын Блей жалғыз Стефті де тастап кетіп қалады. Стефті үйіне апарып тастайтын ешкім қалмайды. Стеф такси шақырады. Бір таңғалатыны, көлік жүргізушісі сол баяғы Дайн Роусы болып шығады. Сөйтсе Дайн 30 жасқа толғанда күйеуі, байлығы, тіпті атағынан да айырылған екен. Ол өз қателігі, танымалдылықтың құрбаны болғандығын айтады. Оның орнына білім алып, тұлға ретінде қалыптаспағанына өкінеді. Мұны естіген Стеф ақылға келіп, үйіне оралып бөлмесіндегі барлық плакаттарды жыртып тастайды. Таңертең Стеф асханаға беттейді. Оны Джимми қасына отырғызып, достар және отбасының өмірдегі маңыздылығы жайлы ақыл айтып, оны Марта және Сеттің алдында кешірім сұрауға көндіреді.
Стеф фильм басында көрсетілгендей тікелей эфирге шыға бастайды және үшін жүрегімен кешірім сұрап, Сет пен Марта ғана оны қолдағанын мойындайды. Тікелей эфир аяқталған сол ойда есік қағып Тиффани келіп тұр екен. Ол барлық істегендері үшін өз кешірімін сұрайды. Күтпеген жағдай, Стеф оны кешіреді. Олар татуласады. Келесі күні мектепте диплом беретін жиналыс өтеді. Кезек Стефке келгенде ол шығып, Марта сияқты құрысы барына бақыт екенін айтады. Сосын бүкіл бишілер сахнаға шығып, Сет, Марта, Блейн, тіпті Тиффани де Стефтің сүйікті қимылдарымен шаттанып би-билейді. Бұл Стефті таңғалдырады. Стефани топқа қосыла кетеді. Ол тағы да өзінің танымал трюгін орындап, бұл жолы бәрі жақсы аяқталады. Фильм Сет пен Стефтің бір-біріне ашылып, сезімдерін мойындаумен аяқталады. Осымен бүгінгі киношоу тәмам. Соңына дейін қарағаның үшін алғысым шексіз. Біздің арнада осындай киношоулар көргің келсе, міндетті түрде каналға тіркеліп лайк бас.